Құрметті ақтөбеліктер, қадірлі жерлестер, республикамыз бойынша осы жылдың 10 сәуірі және 6 мамыр аралығында республика көлемінде жасөспірім атты жедел профилактикалық шара өткізілуде. Бұл шараның негізгі мақсаты кәмелетке жасы толмаған балалардың правобұзушылық, құқық бұзушылық істерінің алдын алу, соған ата-аналар болып, оқытушылар болып, жалпы полиция қызметкерлері болып атсалысу. Бала бауыредіміз, болашағымыз, олардың амандығы барлығымызға да керек. Сондықтан да беймезгіл уақытта балалардың көз алдымызда жүруін қадағалайық, қайда жүргенін, кіммен жүргенін бақылайық. Бұл енді жасалып жатқан іс болғаннан кейін ортақ іс, ортақ мүдде, қоғамның амандығы, еліміздің амандығы, балалардың амандығы барлығымызға керек. Сондықтан да әрбір іске жұмыла атсалысып, бірігіп, қоғамның тәртібін қалыптастыруға, әрқайсымыз балаларымыздың амандығына зер салуға атсалысайық. Қымбатты ағайын, жақсы күндерде кездесейік.